Сәлем балалар, 4 сынып әдебиеттік оқу 4 сабақ қасиетті мекенім тақырыбы. Бүгінгі сабақтан оқиғаның дамуын болжауды, мәтінге жоспар құруды үйренетін боласың. Бірінші тапсырма, пікіріңді айт. Сызбаны толықтыр. Не қымбат? Өмір қымбат. Денсаулық қымбат. Отбасы қымбат. Және де отан қымбат. Түсініп оқы. Ақтауыл хан ықшамдап алынған. Баяғыда бір елдің ерлігі жұрттан асқан Ақтауыл деген батыр болған екен. Қаһарынан жау қаймығыпты. Әйтсе де елге жаманшылығы жоқ екен. Аш-жалаңаш жұртты қолдапты. Ақыры еңбегі елге жағып, халық оны хан көтеріпті. Бір күні Ақтауыл қатты ауырады. Ешбір асқа тәбеті шаппайды. Ойын-сауыққа зауқы соқпайды. Ақтауыл ханның денсаулығына аса қауіпті ештеңе жоқ дейді атақты бір тамыршы. Хан емді ұлы теңіздің жағасына апарып, теңіз самалымен емдеу керек. Айтты бітті, ұзақ жол жүріп, ұлы теңізге жетеді. Бірақ теңіздің таза ауасы, гүл жазирасы дертті ханның көңілін хош ете алмайды. Ақтауыл хан бұрынғыдан бетер жүдей түседі. Хан ем сонау үнді жағалауына алып бару керек. Сол жердің самал ауасы, ән сазы бұл кісіні дертінен айықтырады дейді бір дәруіш. Сол-ақ екен. Ақ шатырлы хан күймесі енді еліне аттанады. Айтса айтқандай бұл ел шынымен де керемет екен. Бірақ үнді елі де Ақтауыл ханның көңілін таба алмады. Ханның еңсесі онан сайын түседі. Ханды сонау батыстағы Қап тауына жеткізіңдер. Сол жердегі дертке шипа жер асты ыстық сумен емделсін дейді тағы бір білгіремші. Хан солай қарай жүруге әмір береді. Ұзақ жүріп, ақыры Қап тауына келеді. Аспанмен таласқан таулар ханның есін алады. Жер асты ыстық су ханды рақатқа бөлейді, бірақ бұл да ұзақ болмай шығады. Хан қайта жүдей бастайды. Ақыры ақ ордасына қайтқан хан нөкерлеріне осы елде білгір дәруіш жоқ па деп ақырады. Шаба жөнелген нөкерлер сақал шашы әппақ қудай бір қартты алып келеді. Олар: шын дәруіш болсаң, ханның дертін тап, деп айғайлайды дәруішке. Таппасаң сорың қайнайды. Қарт дәруіш ханның тамырын ұстап отырып: сіз жаугершілікпен жүріп, ер үсті ат жалында ұзақ жыл түн қаттыңыз. Енді сіз үшін оның ешқандай қызығы жоқ. Енді бір қызық болса, өз туған жеріңіз ана құрсағынан шыр етіп түсіп, алғаш қадам басқан жеріңіз қызық болар. Одан да ат ізін үзгеніңізге нелер заман өтті ғой, дейді. Менің туған жерім бе? Деп аңырып қалады Ақтауыл хан. Сонау тозған тау маңындағы тар қуыстақ ескі жұрт па? Мейлі, оны да көрелік. Апарыңдар мені сонда. Балалар, мәтін әрмен қарай қалай өрбиді? Болжап көріңдер. Ақтауыл ханды
тозған тау қуысындағы шағын қыстаққа алып келеді. Туған жерін көргенде ханның жанарына жас үйіріледі. Көкірегінде әлде қандай сиқырлы әуен күмбірлеп ән айтқысы келгендей болады. Бей-берекет шашылып жатқан Қаратас та, сылдырап ағып жатқан Ақбұлақ та тым ыстық көрінеді. Сол баяғы бала күнгідей бұлақ басындағы қос шынар әлі көк тіреп тербеліп тұр. Ақ дауыл ханның қуаныш кеудесіне сыймай тасып төгіле береді. Ол ақ күймеден атып шығып, балаша мәз болып айқай салады. Жүгіріп барып бала қойшыны құшақтайды. Ақ дауыл хан Ақбұлаққа жетіп, етпеттей жатып Кәусар суынан сіміреді. Хан ақылынан адасты деп ойлаған нөкерлері айнала қоршап состиып қарап тұрады. Кенет хан: естеріңде болсын, туған жердің самалын ешқандай ұлы теңізінің самал ауыстыра алмайды. Туған жердің ауасына, әуеніне мың үндінің әуені де жетпейді. Мұны естеріңде ұстаңдар, деп күймесіне отырады. Ал енді Ақ Ордаға тартыңдар қайта. Ақ дауыл хан ауруынан құлан таза жазылыпты. Осыдан соң туған жерінде ұмытпай жиі-жиі кеп тұратын болыпты. Мәтіннің авторы Бердалы Рысбеков. Қаймығу, сескену, қорқу дегенді білдіреді. Хан көтеру, хан сайлау, тамыршы дәруіш, емші, зауқы соқпау, көңілі соқпау, ат ізін үзу, бармай, көрмей кету, ат жалында ұзақ жыл түн қату, ұзақ уақыт ат үстінде жорықта болу деген мағыналарды білдіреді. Екінші тапсырма: оқиғаның басталуына не себеп болады? Оқиғаның басталуына Ақ дауыл ханның ауыр дертке душар болуымен басталады. Үшінші тапсырма: өз болжамыңды мәтіннің мазмұнымен салыстыр. Менің жасаған болжамым мәтін мазмұнына сай келді. Ал балалар, сендердің жасаған болжамдарың мәтін мазмұнына сәйкес келе алады ма? Төртінші тапсырма: ханның туған жерін көргендегі сезімін түсіндір. Хан туған жеріне келгенде кеудесін ерекше қуаныш билеп, күймесінен атып шығып қойшы баланы құшақтады. Содан соң Кәусар бұлақтың суынан сімірді. Оның жанында тұрған нөкерлері хан ақылынан адасты ма деп ойлап қалды. Есіңе түсір. Композиция: көркем шығарманың құрылысы. Оқиғалы шығарманы сюжетті шығарма деп атайды. Композиция сюжетпен тығыз байланысты. Ақ дауыл хан ертегісінің құрылысы. Сюжеттің басталуы — бұл ханның ауырып қалуы. Дамуы — ханның еміздеуі. Шиеленісуі — ханның ашулануы. Шарықтау шегі — ханның туған жеріне сапары. Ал аяқталуы — ханның ауруынан жазылуы. Ертегінің басталуы мен аяқталуын білдіретін сөйлемдерді тауып оқы. Ертегінің басталуы: баяғыда бір елдің ерлігі жұрттан асқан Ақ дауыл деген батыры болған екен. Ал енді ертегінің аяқталуын білдіретін сөйлем: осыдан соң туған жерінде ұмытпай жиі-жиі кеп тұратын болыпты. Сөйлемдері болып табылады. Бағала. Алтыншы тапсырма: Ақ дауыл хан қандай адам? Ақ дауыл хан ерлігі жұртты таң қалдырған батыр. Қаһарынан жауы қорқатын қаһарлы, дегенмен өз еліне жаманшылығы жоқ жомарт адам. Жетінші тапсырма: не қымбат деген пікірдің ең бастысы өмір қымбат. Ертегі мазмұны бойынша жоспар құр. Жоспар: бірінші жоспар — Ақ дауылдың хан сайлануы. Екінші жоспар — ханның ауырып қалуы. Үшінші — ханның дертіне ем іздеп шығуы. Төртінші — қарт дәруіш. Бесінші — ханның туған жерге баруы. Алтыншы — ханның
аурудан айығуы. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы.